Машина базарына отау көтергендеріне жыл тола қоймаған жап-жас өндірдей ерлі-зайыптылар асығып аптыға жетті. Мақсаттары тойдан түскені бар, өздерінің жиған тергендерін жинақтап дегендей жеңіл көлік алмақшы. Жинаған доллары әрі барса гольф деген шетел көлігіне жетіп жығылатынын олар жақсы біледі. Сырым шынын айтқанда гүлдей құлпырған әсем келіншегінің көңілін қимады. Әйтпесе, оның асып-тасып жатқаны шамалы. 100 мыңға жетер-жетпес айлығының жартысына жуығын несие деген қызыл көз пәле ай сайын қақшып алады. Өздері бір бөлмелі ескі жатақханада тұрады. Жаяу жалпылап жұмыс пен үйдің арасында тіршілік жасап жүрген жас отбасыға бұл кәдімгідей шығын. Әсия бірінен бірі өткен машинаның қайсысына тоқтарын білмегендей құныға қарайды. Қарақат көзі жайнаңдаған келіншектің қос беті шырайланып, нәзік саусағымен мені ал дегендей жұтынып жарқырап тұрған темір тұлпарлардың сауырын аялай сипаудан жалығар емес. Мінеки, мына гольфке көз қырыңды салшы. Тамаша емес пе? Деді Сырым қып-қызыл нарттай жанып тұрған көліктің жанына тоқтай қалып. Жаман емес екен. Әрі қарай тағы да көре түсейікші. Әсия қызыл машинаның қасына көп аялдамай тез өте шықты. Ол әйелін гүлден гүлге қонып байыз таппайтын көбелекке ұқсатып келеді. Сырым әбден шаршады. Содан жай сөзге тоқтаталмаған соң қатаң ескерту жасауға тура келді. Әсия, біздің гольфке жететін ғана ақшамыз бар. Байқап келемін, сен оларға бұрылмақ түгілі көзіңді де салмайсың. Кәне тоқта. Алатын болсақ, саудаласайық. Әйтпесе мен кетемін. Әсия селгете шырт ұйқыдан оянып кеткендей болды да қалт тоқтады. Әп сәтте аспанды бұлт жапқандай бұған түсі әлем тапырақ болып өзгере жат көзқараспен қарады. Мен ойымды өзгерттім. Гольф мен мінетін машина ма, айтшы өзің. Ертең қымбат машина мініп жүрген достарым күлетінін біле тұра қайдағы бір жаман машинаны ал дегенің не? Бұл сенің қай мазағың? Мен алатын болсам құрығанда Мерседес аламын. Тачка. Өлтіріл, әке-шеше, бауырларыңнан сұра, ақша тап. Әйтпесе, мынаны аборт жасатып төркініме кетемін. Сырым жаңа ғана гүл-гүл жайнап тұрған келіншегінің шәңкілдей шыққан түрпідей сөзін жаны түршіге тұрып тыңдағанмен, ішкі жан дүниесі наныңқырамай абдырап, жөпелдемеде аузына сөз түсе қоймады. Әрине, үйленгелі бері келіншегінің осындай сызды мінезіне куә болғанмен, әй түзеледі ғой деп онша мән бермейтін. Бірақ ол сызды мінез көбейген сайын екеуінің арасы бұрынғыдай емес, ашылып, ыстық қарым-қатынас салқын тарта бастағанын сезеді. Кейде сабыры таусылып, біразға дейін қызбаланып уәж айтқанмен бәрібір тіліне тұсау салатын. Себебі келіншегі иыққабат. Тәжікелесе берсе кім білсін. Долданған келіншегінің қаны көтеріліп, іштегі мұның нәрестесіне қауіп төнуі әбден ықтимал ғой. Нәзік жүректі жігітіміз өте балажан еді. Болашақ баласы үшін Сырым жарының қандай бір ұсақ түйек мінезіне төзуге бартын. Ал мына айтқан соңғы сөзі оның жүрегіне ине сұғып алғандай әсер етті. Аборт. Есің дұрыс па, қайдағы бір машина үшін сондай қатыгез әрекетке бара аласың ба? Деді ол күйіп кетіп. Мен мұндай шарананы кез келген уақытта табамын. Ал әдемі машина менің арманым. Білесің бе, ол менің арманым. Әсия кішкентай жұдырығын түйіп кеудесін соққылады. Жаңа әзірдегі сұлулық зым-зия. Көздері шыны тәрізді. Жүзінде қан сөл жоқ. Шәңкілдей шыққан әйел даусына жақын маңдағы адамдар да қарап қалыпты. Сырым бұл жолы айылын жимады. Бірақ даусын көтермей зілдене тілі қатты. Адамдардың басты арманы ұрпақ көбейту. Бір балаға зар болып жүрген адамдар қаншама? Сондықтан менің арманым сәби сүю. Әсия, сен соны біліп қой. Тоқтат ондай бұлшылыңды. Сенің осындай философияңнан тойып біттім. Сен маған онан да мынаны айт. Мерседес сатып әпересің бе, жоқ па? Әйтпесе, мен тап осы жерден бір жола кетемін. Сенің сасық жатақханаңа енді бармаймын. Әсия жұдырығын жазып, бұған саусағын кезей тістене сөйледі. Сөзі ызғарлы. Ойы да пышақпен кескендей кесек-кесек. Жоқ. Мен саған ондай машинаны сатып әпере алмаймын. Оған шамамда жоқ. Кетсең кете бер. Әсия шалт бұрылды да, туфлиімен жерді тесіп жіберердей нық-нық басып бұдан ұзай берді. Артына бұрылып та қараған жоқ.
Жүрегі білінер білінбес шым ете қалған сырым болашақ сәбиімен бір жола қоштасқандай ерні жыбырлап өзінен өзі сөйлеп тұрғанын көпке дейін сезбеді. Өкінесің, Әсия. Сенің бұл қатең түзелмейтін қате. Олай етсең, Алла сені кешірмейді. Астапыралла. Әйелің не деген шайпау, долы, қатыгез еді. Тура жанынан табылған орта жастағы әйелдің сөзіне сырымның қарсы айтар дауы жоқ еді. Ішкі дүниесі қара шәйнектің суындай бұрқ-сарқ қайнап не істерін білмей күйініп тұрған жігітке қайдан сап ете қалған белгісіз әйел басу айтты. Сабыр, інім. Ақылды әйел қанша ашуланса да ашуын басып, ошағына оралады. Мен манадан бермен мына машинада отырғанмын. Келіннің қатыгездікке толы сөзіне жігіттің жігіті ғана шыдайды. Орысша мектеп бітіріп, орысша тәрбие көргендер сондай болады. Өйте қоймас. Ашумен, жастықпен айтылған сөз болар. Ал өйтсе, шынында да Алла кешірмес. Жаңа танысқан тәтесі басалқылы сөздер айтып, мұның ашуын тежеп жұбатты. Телефонын берді. Сырым үмітпен күдікке алма кезек берілген күйде үйіне асығып жетті. Не деген жылдам еді десеңші Әсия, өзіне тиесілі заттарын жылан жылағандай сыпырып алып кетіпті. Көңілі құлазып сала берді. Қанша хабарласса да келіншегі жауап бермеді. Мүмкін 100, мүмкін 1000 рет хабарласқан болар. Бұл осылай әбден мезі еткен болуы керек. Келіншегі бұған соңғы әрі ызғарлы хабарлама жіберді. Мен саған қажет емес болармын. Өз шешіміммен аборт жасаттым. Енді мен жаңа өмір бастаймын, жайыма ғой. Біреу маңдайынан ауыр темір білікпен ұрып жібергендей есеңгіреп жал бете отырып қалды. Көпке дейін есін жинай алмай жүрді. Болашақ сәбиін өзі өлтіргендей күй кешті. Әйелін түсінде көретін. Жез тырнақты мыстанға айналып, мұның кішкентай сәбиін тұншықтырып өлтіріп жататын. Барып көмектесейін десе, аяғы тас болып қатып желімделіп орнынан қозғала алмайды. Жылап жібереді. Талай рет осындай ауыр түс көріп жылағанына тек Алла ғана куә. Бәлкім жынданып кетер ме еді, баяғы танысқан тәтесіне хабарласып жаны қалды. Сол кісінің аталар үйі деген қасиетті ордасы бар екен. Жиі олар сапарға шығады. Оны ақ жол деп атайды. Сол ақ жолмен сапарлап барып жүріп, намазға құлады. Көкірегіне сабыр ұялады, сөйтіп. Сырымның екінші өмірі басталды. Енді үйленбеймін деп алдына серт қойған еді. Махаббат деген бір келсе уысынан шығармай жаныңды қоярға жер таптырмайды екен. Өмірінде екінші мәрте бір нәзік жанға жүрегі байланды. Ылғи хиджаб киіп жүретін қыздың жүзінен иман нұры төгіліп тұрғандай. Жігітке де тіке қарамайды. Кейде оның үйінде қонып қалатын. Қанша дегенмен жалындаған жас емес пе, сабырынан айырылып нәпсі шайтанның азғыруына ергенде Назгүл үзілді кесілді қарсылық білдіретін. Асықпаңыз, шаңырақ көтерген соң мен сіздікпін ғой. Алдымен ақ некеміз қиылсын дейтін Назгүл жүзі шырайлана сыбырлай сөйлеп. Қатты риза болды. Сырымның махаббаты одан сайын лаулады. Қай жерде жүрсе де мейлі, Назгүл ойынан шықпайтын. Екінші мәрте үйленуге шұғыл шешім қабылдап, ойын білдірмек болды. Біраз ойға алған істерім бар, соларды бітіріп алайын. Содан соң, бірде жұмыста отырған Сырымға Назгүл қоңырау шалды. Ағатай, тез келіңізші. Қиын жағдайға ұшырап қалдым деді ол жыламсырап. Бүкідей ұшып жетсін. Сөйтсе, Батыс Қазақстанда анасын қарап отырған әпкесі көлік апатына ұшырап, өлім аузында жатқан көрінеді. Ол оқиғаны теледидардан көрсетіпті. Соған біршама қаржы қажет болған сынды. Ақкөңіл Сырым көз жасын көлетіп отырған болашақ қалыңдығын жұбатып, қалтасына $1000 салып берді. Алла разы болсын, қайтарамын ғой. Сіз қандай жақсы жансыз, деді Назгүл ризашылықпен сызыла сөйлеп. Қыз тез аттанып кетті. Көп ұзамай тағы хабарласты. Әпкесі қайтыс болыпты. Оның қазасына шыдамай шешесі де бұл фәнимен қоштасыпты. Барлық қайғы бұлты мұның Назгүлінің үстіне түскендей көрінген. Жанын қоярға жер таппай бұл барып көмектескісі келетінін білдірді. Жоқ, жұмыстан қалмаңыз, ағатай. Өзім бірдеңе жасаймын. Тек мына қаржы жағы қинап тұрғаны. Егер болмаса ренжімеймін. Жаным қиналған соң айтып жатқаным ғой. Менің өмірімде Алладан кейін тек сіз ғана бар екенін ұқтым. Адам қиналғанда кім жақын, кім жаны ашитынын біледі екенсіз, деді Назгүл жігітке бар сырын ақтарып.
Ойбай-ау, Назгүл-жан-ау, сенен немді аяйын. Қанша керек? Деді сырым лақ ете ақтарылып. 300 мыңдай жібере аласыз ба? Қорықпа, жұмыстан айлығымды ерте жаздырып алып қайтсем де жіберемін. Назгүл 10 шақты күннен соң келді. Жүдеген сияқты. Жүзі сынық. Екі бірдей аяулы жаннан айырылу оңай емес қой. Сырымға ризашылығын қайта-қайта білдіреді. Мойыл көзінен ризашылықтың белгісіндей нәркес жас тамшылары төгілді. Назгүлдің қайғысына ортақтасып мұның да жүрегі ауырды. Бір айдан аса уақыт өтті. Үйленейік деді сырым шыдамсызданып. Ағажан-ау, мен дайынмын. Бірақ ең болмаса аз ғана уақыт күтіңізші. Бойымда билеген қайғының уыты қайтсын. Ағаларым да, туысқандарым да біздің бұл үйленгенімізді құптай қоймас. Мақұл ма, ағатай? Күтесіз ғой. Содан соң мен де бірнеше айға айлығымды алып кеткенмін. Пәтерақыма көмектесе алмайсыз ба? Білем, сізге көп ауыр салмақ салып жібердім. Болмаса ренжімеймін деді, Назгүл сабағынан үзіліп түсер гүлдей мұның алдында бас иіп. Рас, менікі асығыстық екен. Әй, кейде ойланбай сөйлей салатын жаман әдетім бар. Кешір, Назкентай, сенікі жөн. Пәтерақыңды төлеймін. Қорықпа деді бұл бір жағынан ыңғайсыздана, бір жағынан Назгүлдің ақылдылығына, байсалдылығына риза болды. Күндердің күнінде оқыс оқиға сырымды тағы да есеңгіретті. Інісі қоңырау шалып қайдағы бір миға сыймайтын жағдайды көлденең тартты. Аға, мен кеше бір қызық жайға тап болдым. Түнгі клубқа достарыммен барғанмын. Кімді көрдім дейсіз ғой? Иә, кімді? Деді бұл селсоқ сөйлеп. Дәл сол жерде болашақ жеңешемді көрдім. Иығын жалаңаштап, санын жалтыратып бір шетелдіктермен билеп жүр. Алдарында сыра, ауыздарында темекі. Әй, антұрған, не деп отырсың? Бәлеңді жаппа. Деп бұл орнынан жұлқына тұрды. Мен сіздің солай дейтініңізді біліп суретке түсіріп алдым. Бірақ ол пәле қу ғой. Бізді байқап қалды. Бір қарасақ, зытып, жоқ болып кетіпті. Қазір мен сізге аға суретін телефоныңызға жіберемін. Масқара. Мына тура сол Назгүл ғой. Бір ұқсамайтыны үстінде төгіліп тұратын әдемі хиджабы жоқ. Иығы жалаңаш, басы жалаңбас, шашын алдына жіберіп шетелдің жігіттерімен отыр. Алдында сыраның, шараптың бөтелкелері. Кеше ол бірнеше күнге қыздармен жақын ауылға қыдырып кететінін айтқан. Сонда ол мұны алдағаны ма? Жан дүниесі алай-дүлей. Бұл не болып кетті өзі? Дүние 180 градусқа бұрылғаны ма? Мұның сүйгені адам емес, жын шайтан болғаны ма? Мұнысы қалай? Ол неге сонда хиджаб киіп жүр? Көз алдау ма? Жоқ, мүмкін емес. Мұның Назгүлі онда емес. Соған ұқсас қыз ғана. Ол мүлдем Назгүл емес. Сырым өзін осылай жұбатып Назгүлдің пәтеріне тартты. Есікті өз кілтімен ашып кірді. Асхана жақта біреу жүр. Назгүлі ғой. Иә, інімнің көргені Назгүл емес екен. Басқа мүлдем бөтен қыз. Мұның Назгүлі нағыз иманды жан. Бірақ әдеттегідей әдемі көйлегі сөлбеңдеп, жымия күліп Назгүлі қарсы алмады. Асхананың есігін асыға ашты. Бөтен бір жан, басқа қыз бұған таңырқай, үрейлене қарап. Сіз кімсіз? Сіз кімсіз? Біреуі таңырқаған, біреуі үрейленген күйде осы екі сөзді қосарлана айтты. Мен Назгүлдің танысымын. Кешіріңіз, мұнда Назгүл деген қыз тұрмайды. Мен кешеден бері осы бөлмені жалдап тұрып жатырмын. Қыз мән жайды түсінгендей рай танытып үрейленгені басылды. Ал сырымның жаңа әзірдегі көңіл күйі быт-шыт болып, ұнжырғасы бірден түсті. Түсіңіз бұзылып кетті ғой. Ештеңе болған жоқ па? Жоқ, есіме бірдеңелер түсіп. Маған, яғни сырым деген жігітке ештеңе қалдырған жоқ па? Иә, ұмытып барады екенмін. Мынау кітап, киімсіздікі болуы керек. Қалдырылған заттар осы шығар. Оны маған үй иесі берді. Өзін әрең ұстаған сырым үлкен пакетті жерге тиер-тимес етіп көтеріп, сүйретіле сыртқа шықты. Жаңа ғана маужырап тұрған қарашаның ауа райы да әп-сәтте бұзылыпты. Сұп-суық қар аралас жаңбыр тамшылары жігіттің бетіне тырс-тырс тисе де, ол елеген жоқ.
Аяғы өзінен өзі баяу қимылдап, бет ауған жаққа кетіп барады. Қайда барады, не күтіп тұр, енді отбасы болуға талпына ма, талпынбай ма, махаббат сезімі оған қайта орала ма, оралмай ма, оны бір Алла біледі. Бірақ тап қазіргі сырымның жағдайын ешкімге бермесін. Айтпақшы, бірде сырым өзін тәрк еткен, мұзға отырғызған Назгүлді бір рет көріп қалды. Кешкі алакеуімде иығы салбырай келе жатқан. Кенет тура 4-5 қадам жерден қап-қара бейнені көрді. Біреу бүйірінен түртіп қалғандай сол қап-қара бейнеге жалт қарады. Ол да қарады. Назгүл. Баяғы бейкүнә Назгүл. Мұны бірден таныған болуы керек. Жалт бұрылды да, бұл есін жинағанша жүгіре басып қараңғылыққа сүңгіп кете барды. Бәлкім шын ықыластанса, оған қуып жетіп те алар еді. Аяғына қорғасын байлағандай орнынан қозғала алмады. Нәп-нәзік қыздан мұндай зұлымдық қайдан, қалай шығады? Қой терісін жамылған қасқыр тәрізді мұндайлар көп екенін сырым кейін әркімдерден естіді. Қасиетті дінімізді қорлағандар ертең ақырет алдында қалай жауап берер? Иә, сырым қатты өзгерді. Үнемі тұнжырап жүретін болды. Өмірге құштарлығы бәсеңдеп, салы суға кеткендей сарыуайымға салынатын да жүретін әдет тапты. Бұрын қаратыры өңінен көзінен себезгілеп тұратын нұрлы шуақ жоғалып, көңілсіз сарғылт реңк оны кексе кісіге ұқсатып жіберді. Жұмысында да береке жоқ. Үйге келіп домбырасын шертетін. Онда да қай-қайдағы көңілсіз саз домбыра шанағынан бебеулеп бір үзілмейтін. Ойнақы махаббат әуендерін мүлдем ұмытып қалғандай бейне. Одан қалды, төсегінде шалқасынан жатып, төбеге телміріп ұзақты күн жатудан жалықпайтын. Тамақты да жартып ішпеген соң сылынып әбден жүдеді. Бүгінде бір кесе шәй ішіп алып, небір ойдың сорабына түсіп шалқасынан түсіп жатқан. Көзі ілініп кетіпті. Әдемі бақта қыдырып жүр. Алма, өрік ағаштары гүлге оранып, айнала ғажайып сұлулыққа бөлінген. Гүлдің жұпар хош иісін рахаттана жұтып, айналасына қараудан көзі тояр емес. Кенет бір әдемі құс тура жанына келіп қонды. Өзі бұдан қорықпайды. Қарақат көзі адамдікінен аумайды. Таныс көз. Қайдан көрді, Әлгі құстың жанынан әп-сәтте шүпірлеп сүйкімді балапандар пайда бола қалды. Ішкі жан дүниесі уылжып отыра қалды да, оларға алақанын тосты. Біреуі батыл екен. Секіріп мұның алақанына қонды. Қалғандары да қалыспай біреулері мұның иығына, басына қона бастады. Ал бұл мәз. Көптен бері бұлай шаттанып қуанбап еді. Кенет алақандағы балапан сөйлей бастады. Әке. Әкетай. Деді адамша. Қатты шошып селк ете түсті. Оянып кетті. Түс екен, құрғыр. Әлгі құс пен балапан ғайып болды. Қара көлеңке бөлме. Жоқ, әлгі дауыс қайта шықты. Әке, әкетай. Есік жақтан біреудің апыл-тапыл басқан аяқ дыбысы естілді. Басын жастықтан жұлып алып қарады. Титімдей қолын бұған созып, бір балақан кіріп келеді. Әкетай. Ой, қандай жып-жылы сөз. Бұл кім? Періште ме? Көзін сүртіп жіберіп қарады. Сен кімсің? Мен Болатпын. Деді балақан қалт тоқтай қалып. Тілі қандай тәтті өзінің. Қызығып тағы бір сауал қойды. Кімнің баласың? Сылымның. Сылым. Сырым? Бұл айқайлап жіберді. Осы сәтте есіктен бір келіншек кіріп, бұған жымия қарады. Иә, ол сырымның, сенің балаң. Деді ол сыңғырлай сөйлеп. Әсия ғой мынау. Қалай? Сен аборт жасатып. Жоқ, мен оңбаған сені мазаламасын деп алдаған едім. Кешірші, жаным. Біз сенсіз өмір сүре алмайды екенбіз. Құдайым-ау, нені естіп, нені көріп тұрмын. Жігіт орнынан құстай ұшып тұрды. Осы сәтте қуанған, шаттанған, бақыттан басы айналған жігітіміз жылап тұрған болатын.